мынау ел азаматы жанұясының ұлдарының бәйтерегі, адал жар, немерелерінің сүйікті атасы бола білген, Атырау өңірінің еңбек рыногына талай майталман мамандарды даярлап жіберген ұстазымыз Әліп ағамыздың өмірден өткеніне 10 жыл толу дұға дастарханына басып келіп жатырған қадам сауапқа жазсын дейміз. Өлімнен артық жау бар ма, бауыры бүтін жан бар ма, бұлсыз берді, құнсыз алды, оған қарсы дау бар ма дейді. Мінекей өмірдің тәттілігі осындайда сезіледі. Көзді ашып жұмғанша тура 10 жыл өмір өтіп кетіп жатыр. Осы бір 10 жылда қаншама өзгерістер болып жатыр. Қазір біздің ортамызда кезінде шәкірті болған, қазір қажы атанып мектепке барып келген Мұнархан бауырымызды арнайы осы ағамыздың өмірден өткеніне 10 жыл толу дұға дастарханына бата оқып келіп жатырған жандарға Құран бағыштау үшін арнайы шақырып отырмыз. Құрметті жамағат, мынау емен ағашы қатты жел соқса тамырымен қопарылып түседі дейді. Дәл сондай желдің екпініне қайың ағашы майысып, жел өтіп кеткеннен кейін бойын тіктеп, жапырағын көкке шашып, жан-жағына шуағын төгіп тұрады. Міне бұдан 10 жыл бұрын өмірден өткен Әліп ағамыз сондай жандардың бірі еді. Басына бақ қонса тасымаған, қайғы түссе жасымаған, адал жар, ұлдарының сүйікті әкесі. Ал осы жерде отырған Бөріп ауыл шаруашылық техникумы, қазіргі Атырау аграрлық-техникалық колледжінің ірге тасын қалаушыларының бірі, талай мамандарды дайындаған, бірге сол мамандарды дайындаған әріптестерімен қоса жандар отыр. Ағайын тумалар, құда жекжаттары, нағаш жиендер келіп жатыр. Осы әкеміздің ұлдары жан-жақтан, Астана, Алматыдан ұшып келіп, осы жерде келін балаларымен бірге, анамыз Зілиқа апамызбен бірге аяқтарынан тік тұрып сіздерге қызмет жасағалы жатыр. Үлкендер айтады ғой, мынау адам ол бір гүл, өшеді де өшеді, өмір қайық, адам еске кеседі, өлім қылыш, ешкімді даямай, біреуді ерте, біреуді кеш кеседі дегендей, мына немерелерінің қызығын көретін шақта ағамыз өмірден өтіп кетті. Еске алып отыруға шақырамыз. Қазір Мұнархан иман бауырымыз қажыдан ағамыздың өмірден өткеніне 10 жыл дұға дастарханына бата оқып келіп жатырған жандарға Құран бағыштаймыз. Мынау сыртта жүрген ағайындар болса үлгеріп келейік. Енді құрмет жамағат, аузбиллахи самиғул алейм минаш шайтанир ражим. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Енді баршамызға Алланың сәлемі, Алланың рахматы, тыныштығы, салауат, сәлем болсын құрмет жамағат. Екіншіден, шаңырақта өткен Жесебұлы Әліп Хали ағамызға бағышталып жатқан қасиетті Құран кәрімнен аят дұға қабыл болсын дейді жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен: «Әс-салату дұға, әс-салату дұға, әс-салату дұға» деп кетсе, сол дұғамыз қабыл болсын баршамызға. Құран оқимыз. Құранды оқу сүннет, Құранды тыңдау сіздерге міндет болады, парыз, айым болады. Қабыл болсын ниеттеріңіз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا يؤمنون وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وعليك ما تسمع ربنا وتحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وتحمل علينا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على قوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وأصحابه أجمعين. قال الله محمد الكتاب الكريم. жаратушы Алла, қасиетті осы оқылған Әл-Фатиха сүресі мен Аман Расулы сүресінің сауабын шаңырақта өткен мархум болған Жүсіпұлы Әліпқали ағамыздың рухын Алла қабыл етке. Жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, иман байлығын берсін, иманын саламат етіп, кәбір азабынан сақтап, жанын жәннаттан, тәнін Алла тағала рахматтан қылғайсын. Осы барша келген жамағатында ниеттеріңізді, тілектеріңізді, басып келген қадамдарыңызды, алақан жеуітқан дұға шарипаттарымызды, дұға тілектерімізді, шаңырақта өткен марқұм болған Жүсіпұлы Әліпқали ағамыздың рухын Алла қабыл етке. Алланың ризашылығы үшін беріп жатқан садақа, Алланың ризашылығы үшін оқып жатқан баршамыздың дұғамыз, тілегіміз, ниетіміз, амалымыз қабыл болсын. Баракаллаху лана ва лакум фи Қуранил азим. وهو عزيز رقيم أجل كريم سميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Әумин. Басып келіп жатырған қадамдарың сауапқа жазсын. Әрбір дастархан басында осы Әліп ағамыздың өмірден өткеніне 10 жыл толу дұға дастарханына арналған шелпек нан қойылған. Шелпек наннан дәм алып, ал тағам алып отыруға құрметті жамағат шақырамыз. Мынау осы Атырау өңірінде ғана мынау кейінгі қалған ұрпақтарына, жанұясына үлгі өнеге болсын деген ниетпен дұға тілектерін айтып отырады. Соған сіздерді шақырамыз. Мынау қысқа нұсқа ағамыздың мынау бірге болған кезеңдерін ағайындар, ұжымдастар еске алып отырайық. Ағамыз біздерден Әліп Әубәкірұлы деп атап кеткенді жұмыста. Сонау өткен ғасырдың 1936 жылының 15 тамызында бұрынғы Новоград, қазіргі Исатай ауданы Гурьев облысында дүниеге келген. Әліп ағамыздың әкесі Дүсіп 1893 жыл дүниеге келіп, 1979 жылдың ақпан айында дүниеден озды. Ол атамыз діни өте сауатты жан болған. Ағамыздың анасы Оразқызы Зира 1944 жылы дүниеден озғаннан кейін, Дүсіп атамыз 1948 жылы екінші рет Нұржамал анамызбен жанұя құрды. Атамыздан 6 қыз, 2 ұл өрбіген. Дүсіп атамыз сонау Ұлы Отан соғысы кезеңінде 1943 жылы Челябинск қаласында жұмысшы батальонына алынды. Өзінің сол кездегі техникалық салаға зерттігі арқасында мынау танкі шығаратын үлкен машина заводына жұмысқа қалып, ал одан кейін 1946 жылы елге аман-есен оралды. Ал Әліп ағамыз 1943 жылы Орал ауыл советіндегі мектептің бірінші сыныбына қабылданды. 1949 жылы Еркінқаладағы мектеп-интернатқа қабылданды. 1953 жылы Гурьев қаласындағы Жамбыл атындағы орта мектептің
10-шы сыныбын бітіріп, сол жылы Орал қаласындағы ауыл шаруашылығы техникумына түсіп, оны 1957 жылы ауыл шаруашылығын меканизацияландыру мамандығы бойынша жақсы және өте жақсы деген бағалармен аяқтап шыққаннан кейін, сол жылы Гурьевтегі мұғалімдер институтына түсіп, оны 1959 жылы үздік аяқтап шығады. Ағамыздың 1959 жылы институтты аяқтағаннан кейін Қамысқаладағы, яғни Новоградтағы СПТУ 37-де техникалық пәндер оқытушы болып еңбек жолын бастайды. Бұл училищеде 1960 жылға дейін жұмыс істеп, сол жылы Гурьев қаласындағы ауыл шаруашылығы техникумына техникалық пәндер оқытушы болып ауысып қызмет істейді. Сол мезгілде өзінің еңбекқорлығының, талап қойғыштығының, біліктілігінің, ізденімпаздығының арқасында сырттай оқу бөлімінің меңгерушісі, одан кейін ұйымдастырушылығы қабілетінің арқасында сол 1963 жылдан 1997 жылға дейін директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болып қызмет жасайды. Осы 34 жыл еңбек еткен мезгілінде 4 директормен қоян қолтық қызмет істеген мезгілінде зор бедел иесі болуымен қатар, бұл ағамыздың Талғар қаласында Қазақстан Республикалық әдістемелік орталығындағы азаматтар да ағамыздың пікірімен санасатындығына куә болған жандар, аға-апаларымыз осы біздің ортамызда отыр. Әлі де қызмет жасап жатыр. Әліп ағамыздың мынау арнайы орта, яғни сол кездегі техникумдарда мынау сабақты беру, теориялық жаңағы бағдарламаларды жасауда сол директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының әдістемелік нұсқауы бүкіл республикаға кезінде таратылған. Әліп ағамыз үлкен білікті ұстаз болумен қатар өте бауырмал, қайырымды еді. Ол кісі жаңа келген жас мамандарға үйретіп, баулумен қатар бірінші болып ең әуелі өзінің дастарханын жайып, қонақ ететін. Сөйте тұра жұмыста өте талапшыл, кемшілікке төзбейтін, қорашыл адам екендігін көрсете білген тұлға еді. Ал енді табиғаттың заңдылығына байланысты кімнің басына ауырып балық немесе келеңсіз жағдай болғанда бірінші болып көмек көрсетуде ұжымдағы әріптестерін шақыратын. Ағамыз 1967 жылы Москва қаласындағы бүкіл одақтық политехникалық институтына сырттай оқып, оны 1968 жылы үздік бітіріп шығып, автомобиль көлігінің инженер-механигі деген біліктілік алады. 1962 жылы жанымда жүр шаласармайтын, армандай асқар тауым боп, шілдедегі аппақ жауым боп. Сен жанымда жүргенде мен көтермейтін ауыр жоқ, бет қаратпайтын дауыл жоқ. Жанымда жүрші көңілімнің араванда батқан таңы боп, кіршіксіз аппақ менің әжемнің ары боп. Күйдіре түссін өзімшіл мына жүректі, сендегі сөнбес жалын от. Әйтеуір тіршілік дегенің мен үшін өзіңсіз ешбір мәні жоқ дегендей. Жандауыл қызы Зылиха анамызбен жанұя құрып, өмірге 4 ұл тәрбиелеп өсірді. Үлкен ұлы Мәлік Москвадағы Ломоносов атындағы мемлекеттік институтты бітіріп, үлкен білікті маман атанды. Жанұялы, қазір Алматы қаласында ірі компанияда еңбек етеді. Одан кейінгі ұлы Махмуд Алматыдағы политехникалық институтты үздік бітірген маман. Одан кейінгі ұлы Әнес Москвадағы Бауман атындағы мұнай институтын бітіріп, яғни академияны, мамандық инженер, жанұялы, қазір Астана қаласында тұрады, еңбек етуде. Ал кенжесі Мұрат жанұялы, Атырау мұнай және газ институтын бітірген, ол да инженер, Атырау қаласында тұрады. Әліп ағамыздың жанұясын инженерлер жанұясы деп атауға да болады. Өкінішке орай, Әліп ағамыз 2004 жылдың 10 қыркүйегінде дүниеден озды. Қазір Зылиха апамыз Махмуд інімізбен бірге ағамыздың шаңырағын ұстап отыр. Осы жерде құрметті жамағат, өтен адам жоқ, бәрі де осы Әліп ағамызды жақсы етене танитын жандарымыз. Ал сол себепті еске алам деген дұға тілектерін кейін өскелең ұрпақ айтам деген жандар болса, орындарыңыздан көтерілсеңіздер,
микрофон кезегін сол жерге алып барамыз. Жаңа біздер айтып кеттік қой, ағамыз мынау 4 ұл тәрбиелеп өсірген. Енді үлкен ұлы Мәлік, келін баламыз Жанара, Махмуд, екінші ұлы, үшінші ұлы Анис, келін баламыз Лариса, ұлы Мұрат, келін баламыз Лариса. Осы жерде немерелермен бірге аяқтарынан тұрып сіздерге қызмет жасауда. Үлкен жаңағы Құдай көпсінбесін, қазір ағамыздың 9 немересі бар. Үлкені Ескендір, Москва қаласындағы Бауман техникалық академиясының 5-ші курсында оқып жүрген кезінде өзінің біліктілігі арқасында сол ректорлардың сұрауы бойынша сол Бауман академиясында жұмысқа қалған. Қазір сол Москва қаласында Ресей Федерациясында еңбек етіп жатыр. Екі немересі осы жерде мына Исатай сол саладағы инженер салада 5-ші курсында оқып жатыр. Әнестен үлкен қызы Нейля, ол Назарбаева зияткерлік жаңа университетінде, ал ұлы Әнестің Халел жаңа мына неден кіріп келгенде анамыз ұлдарымен бірге әке туралы үлкен баннер жасаған. Ал сол жерде Халел деген ұлына көкеміздің атын берген Әліп Халел Әнесұлы. Ал Мұраттан 3 қыз, мына Зира, Жасмин бастаған, олар да осы мына биден өте өнерлі, біздің Атырау өңірін республикалық деңгейге көтеріп жүрген осы көкеміздің немерелері. Енді кезінде ұлдарын сол Москва қаласында оқыту бірінің қолынан келе бермейді. Ол ағамыздың бойындағы жаңа білімділігі осы ұлдарына дарыған деп біз есептейміз. Біздер мақтан тұтатынбыз. Мынау өзімізде жас ұстаз болып келген кезде жаңа өмірбаянда айтқандай бәрімізді үйіне қонаққа шақырып, жаңа коллективпен таныстырып, ал жұмыста қара папкасы бар, этажға шыққан кезде қай сабаққа кіріп кетер екен деп қорқып қашып жүретін еді. Біздер қолында кілті бар, саусағына салып алып айналдырып жүреді. Біздің осындай аяғымыздан нық тұрып, үлкен бір мекемелерді басқарып отыру сол Әліп ағамыздың арқасы деп білеміз. Қазір біздің ортамызда үлкен ұлы Мәлік, айналайын, мынау әкені сыйлағаннан осындай халық 10 жыл өтсе де қаумалап келіп жатыр. Мынау ардақты әке, аяулы әке, қымбаттым, өсірем деп қамқорладың, тұнғаттың, әкелікпен әлпештедің, өсірдің, батпағандай сан гүлдері гүл бақтың. Ер жеткен соң қатайыпты қанатың, әке тайым, қамқоршысың, данасың. Талай рет қиыншылық көрсе де өсіріпті ер жеткізіп өз ұлдарын дегендей, мына ұлдың басы Мәлікке микрофон береміз. Содан кейін мына жерде құдалары отыр, ағайындар жағынан бастап, сосын ауыл шаруашылық техникумына өтеміз. Құрметті ағайын тұмалар, құдалар, жұмдастар, достар, көрші көлем, қош келдіңіздер. Бүгін осы кезде, осы күндерде бабамның, әкемнің өмірден озуына 10 жыл толды. Тап осы жерде 5 жыл бұрын біздер әжемізге, көкемізге арнайы ас бердік. Сол кезде как раз біздер әкеміздің 5 жылдығын атап өткіздік. Қазір сіздер бәріңізге мәлім, біздің әкеміз бір мекемеде өмір бойы зейнетке шыққанша жұмыс атқарған адам. Сондықтан біздер маңмен ақылдасып, бұрынғы жұмыстастарды, әріптестерді жинап, соларға құда ағайындар, тұмаларды қосып, мына доға дастарханды жайып отырмыз. Қош келдіңіздер қайтадан. Енді бәріңіз уақыт бөліп, тауып, ниет қылып келіп отырғаныңыздарға рахмет айтамын, ризашылығымды білдіремін. Енді алдарыңыздағы дастархандарға дәмін тарта отырып, ниет қылып, жақсы тілектер еске алып отырайық.
Алла риза болсын. Сені орысша оқып, қазақша да үйреніпсің, айналайын. Рахмет. Әлжан осы жерде отырып, папаларыңызды еске алған кезде түрегелсіздер. Қабыл алыңыздар. Мынау енді жақсы басшы, жалпы елдің ағасы, жақсы басшы, алтын тонның жағасы деген мақал өте орынды айтылған, беріліп өте әділ бағасы дегендей, ағамыз мынау ағайын тума ортасында үлкен бәйтерек бола білген. Ал енді жаңа Мәлік өзі айтып кеткендей, үлкен ұлы бір орында 34 жылдай еңбек еткен, оның көпшілігі оқу ісінің меңгерушісі болған. Сол себепті осы жерде ағамызбен бірге талай таңды бірге атырып, жастық кезеңдерін бірге өткізген, үлкен іс-сапарларда болған, қоян-қолтық бірге араласқан, қайғы мен қуанышын бірге бөліскен, ғасырдан ғасырға бірге өтіп келе жатырған үлкен Гурьев ауыл шаруашылық техникумының ұжымдастары, сол мамандары, ағамыз тәрбиелеген жас өскелең ұрпақ біздің ортамызда отыр. Бірақ мына микрофонды мына жерде үлкен әулеттің үлкендері отыр. Осы сіздерден жайлап бастағымыз келеді. Ауқат ағамыз бастаған құдалар, Қайырлы ағамыз ауыл шаруашылығында білгісіңіз, сіз былай қарай өтіп кетті, соны сылтауын айтасыз. Кезінде ағам өтіп кеткен жоқ қайтып. Мынау еске алу, құрметті ағайындар. Күңіреніп, табақты түйіп отыру емес, біздің ата бабамыз ат шаптырып, палуан күресін ұйымдастырған осындай еске алуларда. Сол себепті мынау жақсы, бір орынды, әзілді кезеңдер болса, соны еске алып отырыңыздар. Құрметті ағайын туыстар, менің атым Арал, руым Күлкіш. Исатай ауданы Тасқаран жерден Ақтаудан келіп жатырмыз. Семьямыз екеуміз, ағамыз Нұралының баласы бар, Жайнат дейтін. Содан келіп жатырмыз. Біз жаңа ағамыздан Аманжол Бейсен Асан дейтін ұрпақтар еді. Сол мен Аманжолдан қараймыз, мына Сәлімбей екеуміз отырмыз. Енді Асаннан тараған ұрпақ осында отырған болар, менің көзім көрмейді. Атамыз содан тараған, жаңа өмірбаянда өте жақсы айтты. Бұл тұқым, түсіп тұқымы өте сауатты, атамыздан бастап сауатты. Біздің жерімізде Ізмұхамбет молда, Қайыр молда, Дәрісқали молда, Мүтіш молда, бәрі осы біздің аталарымызбен шамаласып оқыған. Бірақ осы соның мен ойлап қарағанда Түсіп атамнан білімі артығы жоқ. Бұл кісі өте зерек, жақсы бітірген. Бұл кісі Тасқаранның ар жағында Обал дейтін жерде мына жоқ Сағиден қыстауы, Масқар қыстауы, сол жерде сол атамның қыстаулары бар. Сол жерде әуелде Күлкіш, Қылыш Күлкіш мешіт аштырып төледі, мешіт болыпты. Ол мешіт аштырған кісі 1912 жылы кеше газетке жазды, 12 жылы қайтыпты. Содан Совет үкіметі орнағасын сол мешітті де бәрінде жойып, мен жасым 75-ке келіп, Обалы мешіті бар дегенде мен күні кеше бүгін естідім. Сол жерде атам сол қыстауда, сол Обалы мешітінің қасында өмір сүрген. Сол мешітте оқыды ма, ол бізге белгісіз. Атам өте сауатты болды, атамды көре қалдық, оның оқып отқан кітаптарын да көре қалдық. Он маған бір кітапты берді. Сонда мен сауаттығым білдім. Мынаны Шеруен апарып берсе, Шеруен менің әкем 1901 жылы туған. Шеруен оқи аламын екен, оқи алмаймын екен. Оқи алмаса, мына кітапты маған өзіме қайтадан әкеліп бер деді. Сонда мен әкеме әкеліп беріп айттым, сосын атам осылай деп айтты. Әкеміз қараттан мен оқи аламын ғой деді. Енді әліпті баласы сондай сауатты болды. Адамды жерден, құздан, топырақтан, судан жаратады дейді ғой. Соның Түсіп атамыз бұзап сұрамасаң жауап бермейді. Тек қана сұрағанға жайлап қана сөйлейді. Мына Әліп ағамыз да сондай болды. Жаңа ауыл шаруашылығын бітіріп, мен 64-те сельхоз техникумға оқыдым. Механизациядан берді. Ол енді атам сияқты өте салмақты. Мынау енді
жаңа өмірбаяны өте жақсы, балаларында бәрі оқыған, тоқыраған, немерелерінде айтып жатыр. Иә, біз ризамыз. Мынау қаншама ағайын туыспенен кездесіп отырмыз. Иә, осылардың тіпті әлден атқан ағайындар енді. Баласы бар, ең болмаса естіп жатыр. Өткен осындай адамдарды еске алған қалған ұрпағының бір өсіп өркендегенінің белгісі дейді. Жаңа бала бұл Қазақстанның бір жерде Алматыда бізде мақтанышпен айтамыз ғой, ұрпағымыз бар, Алматыда осындай бала бар, еліміз бар деп. Сондай ұрпақтар келіп жатыр. Мынау Зылиха жеңгеміз 3 ай бұрын билет беріп қойды. Ал осындай ағаның 10 жылдық болады деп. Көз көрмей жетекпен жүрміз. Сол ағамызды, жаңа айттым атамызды, одан қалса ағамызды, жеңгемізді, шешеміз өте болмаған тәуір адам еді. Ода оқуы бар. Солардың сыйлағаннан осы тұрған ағайын туыс ұрпақ келіп жатыр. Иә, барлығында қадамдарыңыз сауапқа жасын. Біздің ата-бабамызды, ұрпағымызды сыйлап, осындай келіп жатқандарыңызға сіздер біз мақтанамыз, риза боламыз. Өте жақсы келгендеріңіз. Енді жеңеше ағамыздың алдынан жалғасын. Өте жақсы өмір сүрдіңіздер, бізден көре қалдық. Бәрі де жақсы болды. Енді бүгін 10 жыл кеткеніне 10 жыл болып жатыр деп еске алып жатырмыз. Ағамыз жаңа да айтты. 36 дейтін осында шауып жүр, ұрпағын көріп, немере, шөбере көріп. Қасымызда отырса ағамыз көптік етпес еді. Бірақ енді өмір заңы олжасқа жетіскене келмей кетіп жатқандар көп. Зылиха жеңгеміз соңғы болсын. Иә, марқайып отырған боларсың, жаңа өмірбаян айтты. Иә, сол әдеттен өзіңнен көрінген балалар жақсы қасиетіменен осы халықты сыйлап жатыр. Ары қарай сол туыстық, жақсылық жалғаса берсін. Бірталай шаңырақпен туыстас құдалар болған боласыңдар. Сол туыстығымыз жалғасып, әрдайым да амандықта болайық. Ағайын туыс, мына жерде қабыл садақа болсын. Ендігі жерде той дастарханында сіздерменен жүздесуге жазсын Алла тағала. Сіздерменен осындай кездескенімізге өте қуаныштымыз. Қадамдарыңыз сауапқа жассын. Рахмет. Жаңағаттар мынау бүгін енді әліппеттеріміздің орталығымызда озғанына жақында 10 жыл толғанына 10 жыл толғанына арнап мынау кейін қалған ұрпақтары шағым айналайын. Соның 10 жылдық мына жайлы дастарханға бас қосып жатырмыз. Ағайын туған жер жар. Жолдастары болған кезінде адамдардың бәрінде сауапқа жассын деп жөнінде жаңағы несін айтылды. Ол енді қандай адам екенін бәрін білеміз. Жатқан жері жарық болсын, тоқтары қорқауыз. Кейінгі қалған ұрпақтарына шапаға кейін жатсын деген жетіміз бар. Жаңағына бүгінгі жайында дастархан айналайын аймақтарға қабыл етсін. Өте барлық осы қарттарды кеткен бәріне де біліп жатырмыз. Бәрін атап өткізіп жатсын. 10 кісіге бір басшылығы сықылдың өзінің басшылығымен. Балалар шүкір. Енді алға қарай тек қана жақсы сәтті дастарханда кездесуге жатсын бәріне. Әртіп жатқан жері жарық болсын да, бұдағы қорқауыз иманын нәсіп етсін. Тек қана сәтті дастарханда кездесуге жатсын бәріне. Мынау үлкен әулеттің
құдалары, ел ағалары сөйлеп жатыр. Әріптестеріміз, ағамыз бастаған мынау ата бабам сыйлапты ғой құдасын деген екен, кейбір кезде құдайсың. Әзілменен тіл қатысы болмаса, ешбір адам тағалмап тоғансың дейді. Мынау басы құда-құдағайлар, ағайын тұмалар басып келе жатқан қадам сауапқа бассын. Құрметті Зулейха құдағи, құрметті Әлекеңнің мынау ұрпағы балалары, немерелері, осымен бірге туған бауырлары мынау алыстан жақыннан келіп отқан. Бүгін енді мынау Нұралы ақын айтқандай, асырыс қоштассам да айналамен, мәңгіге табысамын айдаламен, содан соң сағым қуған жылдар келіп, сарғайған сағынышқа айналамен дегендей мынау Әлекеңнің арамыздан кеткеніне, бақилық болғанына 10 жыл толып, сарғайған сағынышқа айналып, артында қалған ұрпағы, жанұясы, сүйіп қосылған жары, мынау балалардың анасы, зәкен болып, үлкен мынау бір шара, еске алу шарасы, жүректе қалған оқыс туралы бір ерекше үлкен сөздерді айтсын. Мынау отырған ұжымы өзінің 35 жылда істеген ұжымы іргетасын қалаған ұжымның жаңа бірге істеген мынау шәкірттері осы үлкен шараны басқарып тұрған мына Қалидоллада сол кісіден тәрбие алып деп айтып жатыр. Енді менің есімім Ауқат Мәуленов Тілегенов. Енді бұл Құлқыш, Беш руына, оның ішінде мынау Қылыш, Байгөл, Сады деген аталарына құдамын. Енді осы шаңыраққа мынау Кәмел дейтін бажам болды. Осы мынау Әлекеңмен талай сол үйде бірге туған бауырдай болып кездесіп, енді осыдан шына айтпадым мына жігіттер. Шайырын сол жаңағы Кәмелдің Болатбек деген баласы үйленіп, сол тойда мына Зулейха апамыз ағамның осындай 10 жыл толған еске алу бір шарасын ұйымдастырып жатыр. Балалар соған келіңіздер деп шақырған. Енді бүгін сол ел бөліп келіп жатырмыз, енді әртүрлі өмір жағдаймен. Енді Әлекең мынау бұл өздеген елікпен екі техникум, мынау политехникум менен сельхозтехникум, мынау балықшыдағы балық өнеркәсібі техникумы. Сол енді үлкен техникумның басшының бірі. Енді бұл кезде партия бар. Мен анау баяғы сүпір қазір мынау энергетика және құрылыс колледжінде жаңағы оқу және өндіріс жөніндегі директордың орынбасарымын. Соны бір күні горком партияға шақырып, Әлекең тағы да 10 шақты адам бар, мынау политехникумды тексеру деп бізге тапсырма беріп, партияның кезінде сол Әлекеңімізді бастап біздің жаңа барған комиссияның төрағасы болып барды. Енді бұрын соңды кездесеміз, кіші болғаннан кейін күнге сәлем береміз. Әлекеңмен жүре береміз, бірақ енді болсын былай мінез құлқын жеттене танымайтын едім. Енді жаңа мына үлкен аралағамыз немесе мына Әлекеңдер айтып жатыр ғой, қандай адам болғанын енді ерекше бір салмақты. Енді бір нар деп айтуға болады ол кісінің сондай. Ақылдықпенен бір нәрсені істер алдында оны ойлап, жан-жағынан қарап, сол дұрыс болар ма екен, болмас екен деп, сол бір ерекше енді бір ата-бабадан жаңағы өзіне дарыған сондай ерекше бір мінез болар. Сондай бір үлкен салмақтықпен сол жаңағы комиссия барған бір кейбір жерде енді біз жаспыз, мынау былай болу керек қой десек, Әлекең айтады, айналайын, ондай кемшілік бәрімізде де бар ғой. Ол анау мынау деп уақытты жинап нағыласын. Ірісі табылса, іріге тоқтайық, уақытшыл болмайық деп Әлекең ақын айтып, үлкен аға болып солай өмірде өтіп. Енді міне қазір жаңағы Әлекең айтқандай өмір баянын ағамызды тыңдап жатырмыз. Мынау артта ұрпақ қалды. Кезіндегі енді мынау бауын енді ол техникалық училище, оның мынау қазақ, енді орыс былай қойғанда екінің бірі оған барып оқудың өзі өте қиын еді.
ол жоғары сұраныс, білімді сұрайтын үлкен жаңағы сондай оқу орны. Енді жаңағы естіп отырмыз, бір немересі соны бітіріп, үздік бітіріп, сонда жаңағы мынау ректораттың шешімімен жұмысқа қалды деген сөз. Міне атадан бала туғай, ата жолын туғай деп, анау үлкен Жүсіп атадан бастап, ол кісінің білгірлігін оқығанын айтып жатыр. Немесе ол кісінің ұлы мына Әліп ағамыздың қандай екенін өздеріңіз білесіздер, мәлім. Енді ол кісінің немересі сондай дәрежеге жеткен деген сөз, бұл текті тұқым. Бұл ешқашанда өшпейтін, білімге дарыған, ұмтылған